Сәлем баршаңызға. Менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін асқабақ пен картопты қосып қуыратын боламын. Ең алдымен картоп пен асқабақты қуыратын ыдысымызға сұйық майды құйып қыздырып аламыз. Ол май қызғаннан кейін үстіне жуа салып, жуаны сәл қызарғанша қуырамыз. Жуа сәл қызарғаннан кейін үстіне туралған етімізді салып, оған қажетті мөлшерде тұзды қосып, қызарғанша қуыратын боламыз. Ет қызарып қуырылғаннан кейін оның үстіне су құйып, ет жұмсақ болғанша 30 минуттай қайнатамын. Етіміз суы тартылып піскеннен кейін үстіне туралған сәбізді салып, оны да қуыратын боламын. Қуырылған сәбіздің үстіне ұсақтап туралған сарымсақты қосып 5 минуттай қуырамын. Оның үстіне жуылып туралған картоптардың барлығын салып, одан кейін асқабақты салып, қажетті мөлшердегі тұзы мен суын құйып, бетін жауып бір қайнататын боламын. Дәл осылай бір қайнағаннан кейін астындағы отын басып, баяу отта пісіретін боламын. Міне менің асқабақ қосылған картопым дайын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.